Ассаламуалейкум достар, сіздермен бірге Кубак арнасы. Достар, бүгін біз конкурс жайлы айтатын боламыз. 100 подписчикқа орай конкурс ұйымдастырайын деп жатырмын, яғни оқушы 1000 кристалға не алады деген конкурс. Бұның екінші орында бар, екінші орын 500 кристалл, бұл кәдімгі турнир ретінде өтетін болады. Бұл қалай өтеді дегенде, қазір менде 8 адам бар, 9 адамда жиналып қалды. Сол жиналған адамдармен бірге турнир өткіземіз, яғни бірінші орын алған адамға 1000 кристалл, екінші орын алған адамға 500 кристалл беретін боламын. Бұл да шарттарында сөзсіз мина қолдан болу керек, және кристалл болмау керек. Одан кейін каналға тіркеліп, скрин жіберіп, және 5 рубль кибиға салып жіберу керек. Сондықтан осы турнирға қатыса аласыздар, және менің ВК-ма, яғни ВК-ға лысқа жазасыздар, мен қатысамын деп скрин жібересіздер и 5 рубль жібересіздер, болды. Сосын сіздерді сол группаға өзім қосып қоятын боламын. Сосын уақыт келгенде өзім айтып, бәріміз сол стрим арқылы сол турнирға қатысатын боламыз. Достар, алдымен ол турнир туралы, яғни мен 100 подписчик болғаны үшін шығарайын деп жатырмын. Алдыңғы жолғы турнир шыққандықтан, алдыңғы жолғы турнир сияқты ол да оқшаш, бірақ ол соло болады. Ешкім дуо анау мынау деп жазбасын. Ол соло болады. Соло болғандықтан оған енді көп адам тіркелмеуі де мүмкін. Сондықтан достар, тіркелеміз, лайк басамыз, коммент жазамыз. И осы турнирға қатысамыз, 1000 кристалл ұтып алғаннан кейін оқушы 1000 кристаллға не алады деген, яғни сондай видео түсіру керек болады. Сол кезде соған белсенді қатысуың керек. Бәрі қатысып ұтқан адам сөзсіз белсенді қатысу керек. Ал енді екінші, үшінші ұтып алғандар маған айтпасын, мен анау болдым ғой, мынау болдым ғой, анау болды, мынау болды деп. Ондай әңгіме жоқ. Жігітше ойнайсың, жігітше ұтылсаң ұтасың, ұтылсаң ұтыласың, ұтсаң ұтасың. Сол бәрі жігітше, бәрі нормальный, бәрі әділетті өтуі керек. Достар, сондықтан бәріміз бірге турнирға қатысамыз, лайк басамыз. Давайте, сау болыңыздар. Сіздермен болған Кубак арнасы турнирға қатысамыз.